Біреуі үйде ет жоқ деген мақсатта болып қалса, ол құрбандық құрбан болып қалмайды, құрметті бауырларым. Ассалаумағалейкум жамағат. Құрбандыққа қандай мал шалынады, жасы нешеде болуы керек, қай кезде шалған дұрыс деген және құрбандыққа қатысты басқа да сұрақтарыңыз болса, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Құрбан айт құтты болсын, құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Құрбандық шалу важип дедік. Қандай малдардан құрбандық шаламыз? Бұл Аллаху субхану ва таалаға арнаған біздің құлшылығымыз, құрбандығымыз. Аллах Таала бізге бүкіл жақсылықтарды берді. Біз Аллаға ең жақсы нәрсені арнауымыз керек. Құран-ы Каримде Субханаллаху Таала айтады, өздеріңнің жақсы көрген нәрселеріңді Аллаға арнамай, сендер жақсылыққа жете алмайсыңдар дейді. Аллаға болған сыйымыз ол өте жақсы болу керек. Сонда құрбандыққа шалына тұрған малдар ақсақ, тоқсақ, құлағы кесілген, арық болмау керек. Құрбандық 4 түрлі малдан шалынады. Түйеден, сиырдан, қойдан, ешкіден. Құрбандық мынау жастарына қарасақ, түйе 5 жас болу керек. Одан азы құрбандыққа шалынбайды. Сиыр 2 жас, 2 жыл болу керек. Қой 1 жыл өту керек. Туылғанына 1 жыл өтілген қойға, ешкіге құрбандық шалынады. Енді ғалымдар айтады, 6 айлық қозы үлкен болса, 1 жылдыққа жетерліктей ет беретін болса, оған құрбандық шалуға рұқсат бергенде ғалымдар бар. Дегенмен, құрметті жамағат, біз бұндай күмәннан ұзақ болып, 1 жасар қойды, ешкіні сойғанымыз абзал болады. Және де сұрақ болып жатады, піштірілген малды құрбандық шалуға боламы деп. Піштірілген малды құрбандық шалуға болады. Қайта ол жақсырақ. Ол етіне ешқандай оның зияны жоқ. Оның еті тәтті болмаса, оның етіне зияны жоқ. Енді құлағы кесілген мал, құлағының көбі кесілген болса, ол құрбандыққа шалынбайды. Соқыр мал, осындай ауру малдар емес, ақсақ тоқсақ емес, малдардың ішіндегі ең жақсысын Алла жолында құрбандық шалсақ, иншалла Аллаху субхану ва таала істермен бізге еселеп береді. Енді бір адам құрбандықты шалғанда, бір адамға бір қой не болады? Жеткілікті болады. Үйде бір адамға бала шағасының бәрі бір адамға қарап тұрса, бір адам ғана напақа табатын болса, оның дүниесі зекет беруге шамасы келетін болса, ол бір адамға бір қой немесе бір ешкі сою важип болады. Және де 7 адам жиналып, бір сиырды немесе бір түйені союға болады. Осы нәрсеге қарауымыз керек, осы 7 адамның да ниеті не болу керек? Құрбандық болу керек, құрбандық шалу болу керек. Біреуі үйде ет жоқ деген мақсатта болып қалса, ол құрбандық құрбан болып қалмайды, құрметті бауырларым. Және де айттық, құрбандық айында оның ақшасын садақа етіп болмайды. Ол сөзсіз құрбандық шалып қан ағызу керек. Оның ниеті құрбандық болу керек. Ол етті 3-ке бөліп, бір бөлігін өзі, бір бөлігін туған туысқанымен, бір бөлігін кедей-кепшікке тарқатса, немесе бүкіл етінде тарқатып жесе болады. Немесе оны өзінің бала шағасымен жесе де болады. Бірақ оның ниеті не болу керек? Құрбандық болу керек. Сонда мына шариғатымызға сай болады. Аллаху субхану ва таала қабыл етсін.